Адайдың жеті қайқысы. Маңғыстау өнерпаздары. Адайдың жеті қайқысы 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың бас кезінде Маңғыстау түбегінде өмір сүрген Адайдың өнерпаз әншілері. Олар Жаңай Өскінбай Қалманбетұлы, Қаржау Тұрсын Алдашұлы, Кенжеәділ Өтеғұлұлы, Мая Досат Байменбетұлы, Медет Жылгелді Теңізбайұлы, Жаманадай Тастемір Боранқұлұлы және Майлан Шолтаман Байсарыұлы. Осы жеті өнерпаз жұбын жазбай бірге жүріп, Маңғыстау, Хиуа мен Хорезм аймағын, Жем мен Жайық бойын аралап өнер көрсеткен. Ешкімге бас имей өздерін қақайып ұстағандықтан ел ішінде Адайдың жеті қайқысы атанып кеткен. Бұлардың ішінде Өскінбай шығармалары көбірек сақталған. Сонымен қатар Әділдің 2-3 әннен тұратын бір циклді Жайма қоңыр атты музыкалық шығармасы, Досаттың Досат, Жылгелдінің Құнаннар, Тастемірдің Маңғыстау, Тұрсынның Оймауыт, Шолтаманның Дәлейлім, Талкеме дейтін әндері халық арасында кең тараған. Адайдың жеті қайқысы әндерін біздің заманымызға Қонаршиев, Жұмабаев, Қалмағанбетов, Нұрханов сынды әншілер жеткізген. Кезінде Адайдың жеті қайқысы орындауында Досат, Құнаннар және Оймауыт әнін Затаевич нотаға түсіріп, қазақ халқының мың әні Орынбор 1925 жылғы жинағында жариялаған. Жеті қайқа тауы қалай шыққан? Маңғыстаудың Алтынсарин атанған 90-нан асып дүние салған мұғалім Ысқақ Шәкіреттің жазуынша Болыс Иса Тіленбайұлы бір шияз съезд кезінде Адайдың 6 өнерпазын шақырып, қонақ етіп көпшілік алдында ән салдырады. Олар Кенжеәділ, Майлан Шолтаман, Мая Досат, Медет Жылгелді, Қырықмылтық Қарасай, Бегей Қалым екен. Шияз өтіп болғанша осы алтауын баймырзалар қонаққа кезекпен шақырып, ән салдырып сауықтапты. Бұлар содан кейін Адайдың 6 қайқысы атанып кетеді. 1970 жылдан кейін өлке өнерін зерттеп жүрген музыкалық сарапшылар сірә шығармаларын жүйелеу үшін бұл мәселені қайта қараған тәрізді. Бұрынғылардың қатарынан Қарасай мен Қалымды алып тастап, олардың орнына Жаманадай Тастемір мен Қаражау Тұрсынды және Жаңай Өскінбайды қосып, бұрынғы Адайдың 6 қайқысы деген терминді Адайдың 7 қайқысы деп өзгертіп, оқулықтарға кіргіздіріп жібереді. Олар қайқыны көбейткісі келмеген шығар, әйтпесе Қарасай мен Қалымға Иса болыс берген атақтарын қалдырып, қайқы санын 9-ға жеткізе қоюға да болмас еді. Бұлардан басқа Қожантай Қойбас, кезінде Қойбасты да қайқылар сапына қосып айтушылар болған. Бәйбіше Дүйсенбай, Шолақ Өткелбай, Бегей Қайып, Солтаналы Өтеген, Кеше Құрым, тағы да басқа әншілер маңғыстаулықтардың өнерге деген шөлін қандырып отырған. Өскінбай Қалманбетұлы. Маңғыстау күйшілерінің ішінде өз орны бар, күй қазынасы мол сақталғаны Өскінбай Қалманбетұлы. Кейін елге есімі танымал болған Өскінбай қоныстас отырған түрікпен елінің Құлбай, Сапармәмбет пен Өдеулі сияқты атақты күйшілермен достық қарым-қатынаста жүріп, кейде күй тартуымен өнер сайысына да түседі. Өзінің ғана емес, өзгелердің туындыларын да шын шеберлікпен ажарлап жіберетін ерекше дарын иесі Өскінбайдың күйшілік орындаушылық репертуарында 200-ден аса күйі, сонымен бірге халық термелері, Адайдың бес жүйріктерінің жырлары мен ерлік дастандары, түрікпен күйлері де болған. Ол әнші ақын ретінде өзі ел арасына таратқан Жирен Жорға, Жеті бұлбұл, Ақ ерке, Қара көз, Жастар едік, Кербез Айша, Тәлкіме сияқты әндерінің мәтінін шығарған. Халық әндерін өзінше өңдеп, әрлендіріп айтқан. Өнерпаз Өскінбайдың әдеби музыкалық мұрасы оның күйшілік, композиторлық, ақындық, жыршылық дәстүрін ілгері дамытушы бел баласы мұрат арқылы бүгінгі заманға жетіп, халық игілігіне айналды. Өскінбаймен замандас күйші домбырашылардың бірі Қоңыр Жүсіпұлы орындаушылық өнерімен қатар мәнді күй мұрасын Қоңыр, Өттің дүние, Замана сазын қалдырды. Өскінбай Қалманбетұлы 1860 жылы Маңғыстау түбегі Жетібай жерінде дүниеге келіп, 1925 жылы Жетібай кентінде дүниеден өтеді. Халық күйшісі, ақын, жыршы, меркендік, аңшы, саятшылық және атбегілік өнерлерімен де айналысқан.
Маңғыстау Хиуа аймағына әйгілі Абыл, Есір, Мылқайдар, Ілекер мен Жоламан күйшіден, Нұрым мен Қашаған ақыннан тәлім-тәрбие алған. Түрікпен дутаршысы Ілбай бақшымен күй сайысына түсіп, үздік өнерімен елге танылады. Сапарманбет Өтеулі сияқты түрікпен күйшілерімен Тәңірберген, Жолды, Арал, Сәулебай, Жәкен, Көпеш сияқты қазақ күйшілерімен бір жүріп өнер қуады. Өскінбай Адайдың жеті қайқысы атанған сал серілердің бірі. Ол қазақ түрікпен күйлерін шебер орындайтын арқалы, ақпа-төкпе домбырашы және қолма-қол күй шығаратын ерекше талант иесі. Өскінбайдың өзі шығарған күйлерінен біздің дәуірімізге 50-ге жуығы. Жастық дәурен, шалы сөре, шоқа күйі, шөлмек сынған, ыңғай төкпе, тағы да басқалары жетті. Ақынның Балқасым биді жеңуі, Ырзабек, Бурабек байларды әшкерелеуі, Әлмағамбет байды тілдеуі, Қоштасу, Жирен жорға, Жеті бұлбұл, Ақ ерке, Қара көз, Кербез Айша, тағы да басқа өлең толғаулары да бар. Өскінбай шығармаларының негізгі идеясы өнерді ардақ тұту, елдік, ерлік, кісілік пен адамгершілікті насихаттау. Өскінбай мұрасын кезінде баласы Мұрат Өскінбайұлы Қазақстан ғылым академиясының қорына және күйші мұрасын жинаушыларға табыс еткен. Өскінбайдың өлең толғаулары Жұбановтың «Қазақтың халық композиторлары» 1962 жылғы кітабында, сонымен қатар Ақберен 1972 жыл мен 19 ғасырдағы қазақ поэзиясы 1985 жылғы жинағында жариялаған. Адайдың жеті қайқылары. Өскінбай Қалманбетұлы, Жылгелді Теңізбайұлы, Шолтаман Байсарыұлы, Тастемір Боранқұлұлы, Әділ Өтеғұлұлы, Тұрсын Алдашұлы және Досат Баймембетұлы. Назарларыңызға рахмет.